Сіз мұны білмей жүрсіз. iPhone қолданушысы басылымдардың біріне телефонның қуат сыйымдылығын бір жыл ішінде пайдаланып, қалай 100% деңгейінде сақтағанын айтты. Ер адамның айтуынша 5 ережені сақтау арқылы iPhone қуатының қызмет ету мерзімін ұзартқан. iPhone 13 Pro ұялы телефонын алғаныма 22 сәуірде 1 жыл болады. Кепілдік мерзімі аяқталады, ал оның қуат сыйымдылығы әлі де 100%. Бұл нәтижеге жету үшін сарапшылардың ұсыныстарын қолдандым. Бірінші күннен бастап тек 20 Вт болатын түпнұсқа қуаттағышты қолдандым. Әрқашан қуат деңгейін 40 пен 80% аралығында ұстадым. Түнде ешқашан қуаттамаймын. Қатты аязда мессенджерлерді пайдаланбадым. Түпнұсқа телефон қаптама, яғни чехол қолдандым. Оның көмегімен телефоным қызып кетпеді. Бары осы, бір жыл ішінде сыйымдылығы 1%-ға да төмендеген жоқ, деді ол. Ол өзінің дәлелі ретінде скриншоттарды жариялаған. Ал сарапшылардың пікірінше, iPhone қуаты ұзақ уақыт қызмет ету үшін мынаны есте сақтау қажет. Қуат толық таусылуына жол бермеу, қызып кетуден және салқындаудан сақтау, түпнұсқа қуаттағышты пайдалану, iPhone құрылғысын 3 айда бір рет қуаты таусылғанша қолдану, iPhone-ды қаптамасыз, яғни чехолсыз қуаттау. Достар, егер де ақпарат пайдалы болса, лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Және сіздің телефоныңыздың қуаты қанша сағатқа жететінін пікір алаңына қалдырсаңыз болады.